бәрі мақтайды, ақ көңіл. Ешкімнің ешқандай несінде жаман сөз айтпаған. Соны жол қылып келе жатыр, Құдайға шүкір. Осы елдің бірлік ынтымағына ол соған жұмыс істейтін азаматтар, үй ішімен еңбекқор. Көке, саламатсыз ба? Саламатсыз. Бақтияр деген кісі сіз боласыз ғой, иә? Бағана күтіп қалдық сізді. Күтіп қалдыңыздар ма? Келіп кешірім сұраймыз. Аудан, ауылдарды аралап, ассамблеяның 30 жылдығына байланысты үлгілі деген отбасылар түсіріп жүрміз. Өзіңіз де осы Бәйдібек ауданы Боралдай ауылынан үлгілі отбасы деп ұсынған екен. Сіздермен жақынырақ танысайық. Өзіңізді кәсіпкер деді, иә? Ауылға танымал шаш тарасшы деді ма? Ауылдағы жалғыз ғана сән салоны осы ма? Бұл женский, мынағы мужской. Өзіңіз аштыңыз ба? Иә, өзіміз ашқанбыз. Балам қазір шаштарды ұрсайды, келін женский мастер. Қазір декретте. 10-15 күнде шығады. 10-15 күнде шығады. Отбасылық бизнес қой бұл? Иә, мынағында магазин. Дүкеніңіз бар екен, иә? Одан кейін ортасы? Арендада швейный цех. Жалға бересіз ба? Иә. Өздеріңіз тікпейсіздер оны? Қызымға тігеді, басқалары старшилер. Яғни ауылда отырып бизнесіңізді дөңгелетіп, кәсіпкер атанып жүрсіз ғой, иә? Саламатсыз ба? Саламатсыздар. Онда кірейік ішке, таныстырыңыз, қашан аштыңыз, қалай, сұраныс қалай пайда болды? Басында деп есікті. Кіріңіз. Әдемі, заманауи. Біздің шаштар hazırбыз. Қашан ашылған? Бұл қайтадан ремонтталған, басында 2000 жылдар ашқанбыз. Ол кезде мен шаштар езедім. Қазір пенсияға шыққан екен, балама бердім. Шаштарымыз болды. Мына женский жағында келінім істейді. Отбасылық бизнес. Отбасымыз. Ауылдың бүкіл ер азаматын шашын аласыз? Иә. Оқығансыз ба, жоқ өзіңіз үйренгенсіз ба? Самоучка ғой. Неше жыл шаш қырықтыңыз? 20 жылдан астам. Қазір ше? Қазір пенсиядамын. Қазір ұстағыңыз келмей ма? Қайшы ұстағыңыз келмей ма? Амал жоқ, ұстап тұрамыз. Неге? Өйткені өзіңіздің клиенттеріңіз бар ма, келіп тұратын? Иә, қатарлар, құрдастар мені іздеп келеді. Балам өзі жастар көбірек алады. Менге қарттар, орта буындарында келіп. Бұл ауылға қашан көшіп келдіңіздер? Қанша жылдан? Осы ауылдың тумасысыз ба? Ирандықсыздар, иә? Әкеміз Ираннан келген. Өзіңіз қазақстандықпыз? Иә, қазақстандықпыз, Қазақстан азаматымыз. Бұл енді отбасылық бизнесті бастау үшін қандай да көмек болды ма, жоқ әлде өздеріңіздің қаржыларыңыз ба? Өзіміз бастадық. Мемлекеттен бірде-бір көмек тиын алмадыңыз? Өзіміз іздеген жоқпыз, алған жоқпыз. Қажеті болған жоқ па? Жоқ. Кредит алып мал бақтық. Бизнеске алған жоқпыз. Ауылдың ауызбіршілігі қандай? Ауылымыз жақсы, бәрі. Елдің азаматымыз болған екен, біз сынып кеткенбіз. Бізді айырмайды. Ирансын, қазақсын, көрдісін деп. Қалаға барып, бір басқа стиль жасатайшы деп көрген бе едіңіз? Жоқ. Тойға баратсақ та қай жерден алдырып кетеміз. Ауыстырмайсыздар мастерлеріңізді? Иә. Ауылдан да шығармайтын сияқтысыздар ғой бұл кісіні, иә? Мал шаруашылығында Иә, жаңа айтты ғой. Екеуіңіз бірге оқығансыздар ма? Жоқ, мен Аққосау елді мекенімін. Мен 89 жылы қызмет бабымен келгенмін, төмен қаладан. Содан сіңіп кеттік, содан бері танимыз. Сөзіміз бар. Әңгімелескеннен кейін танысып, құрдас екенімізді танысып бір-бірімізді. Әзілдесіп, нағылып, күліп ойнап, ағайындай болып кеттік қой. Боралдайдың өзі не екен, иә? Көп этнос өкілдері шоғырланған ауыл екен. Енді азайып қалды десе, бұл жерде немістер де болды, шешендер болды, әлі де бар, аз-аздан енді, бұрын көп еді. Гректер болды, балдавар болды, әрқайсысы бар еді, әр ұлттан. Қазір мына ауылдасымыз өзі немка, 28 жылы аман біздің. Кім? 28 жылғы немка әйел бар. 97-ге келді.
бәрі мақтайды. Ақ көңіл. Ешкімнің ешқандай несінде жаман сөз айтпаған. Соны жолын қуып келеді, Құдайға шүкір. Болашақта үлкейтіп, одан да сәнді әдемі етіп істеу ойыңызда бар ма? Женский ашамыз деп жатыр. Келіншегім де негізі женский мастер. Соны кеңейтіп, үлкенірек қыламыз ғой, Құдай қаласа. Болашақта. Клиенттеріңіз кімдер? Клиент енді ауылдың тұрғындары ғой, в основном бәрі сол. Бөтен ешқандай жан-жақтан келмейді осы ауылдың тұрғындары. Негізі 11 демей қойын, 8 ауыл қарайды ғой бізге. Бір шаштараз. Жоғарғы, төменгі бар, жыланды бар, жан-жақтан келеді. Соның бәрін біз осы шаштаразбен атқарамыз, алып береміз шашты. Бір күнде сонда 8 ауылдан келсе, бір күнде 20-30 адам ба? Одан көп па? Жоқ, 15-20 адам аламыз ғой. Бір адам бір айда келеді ғой, алдып. Жұмыс уақыты? Азында 9-да бастаймыз, кешке 6-7-ге дейін. 1-2 обед ішіп аламыз уақытымыз болса. Арасында өтініш жасайтындар болады ма? Болады. Өтініш жасағандарды енді қайтармаймыз ғой, алып береміз ғой. Сіз үшін Қазақстан, соның ішінде Боралдай ауылы қандай ауыл? Енді бұл көрікті ауылдың біреуі, қол жетпес ауыл ғой, жұртқа арман ғой. Суымыз таза. Білмеймін, Боралдайға қашан кетсем де жел болып тұрады. Енді бүгін сондай болып тұр ғой, бұрын жел Мен тұрғанда жақтырмай ма? Жоқ, наоборот, Жақтырмай ма? арты жауына келе ма деп тұрмыз. Жауын болған дұрыс па? Иә, жауын керек, егін егеміз. Онда бүгін точно жауын жауады аға. Құда қаласа жаусын. Жауады бүгін. Жауынды күтіп отырсыздар ма сонда? Иә, сол жауын керек бәрі. Сонда егін де егесіздер ғой, иә? Егін егеміз, 10 гектар жеріміз бар. Не егесіздер? Бидай егеміз. Бидай? Соны малға беріп, бордақылаймыз. Шаштараз, дүкен, керемет. Күн көрістің көзін тапқан бейде келеміз. Иә, қыбыраған адам көзін табады ғой. Қыбыраған адам күн көреді. Денсаулық болса болды, денсаулық болса бәрі болады. Енді салыстырып қарағанда бұл кісілерде жаңағы жұртпен тіл табысу, осы елдің бірлік ынтымағына ол соған жұмыс істейтін азаматтар, үй ішімен еңбекқор, тіл табысқыш, көпшілікпен араласқанды дұрыс көреді. Үнемі Өте көпшіл жан екен көрініп көпшіл, кішіпейіл, өзі еңбекқорлығы бар, енді барлығы да солай деп есептеймін. Бұлар бізге жат емес, ол адамның жаманы жоқ. Бәрі әйтеуір сол бір ауыз сөзден ғой, жақсы сөз, жақсы айтса, сол адамды жақын тартасың, бауыр тартасың. Мен бұлардың әулеттерінен бір бұлай шектен шықты деген нені естіген емеспін. Барлығы да бір қалыпты, бір келкі, жаңағы неме дейді, тоқ болса секіріп кетпейді, ашпын деп айқайламайды. Өз тірліктерін өзі жасап жатқан азаматтар, жанұясы да өскен өнген жандар, барлығы да еңбекқор, қай салада болса да өздерімен өздері ешкімнен ештеңе талап етпейді бұлар. Сондықтан да үлгілі отбасы десеңші. Үлгілі, мынау жетпей жатыр, маған мынау керек, анау керек, маған жұмыс керек. Маған деп ондай айтқандарын мен естіген емеспін. Бұл кісінің анау несі де мықты, хозяйка дейді ғой, енді келін де мықты. Мынау кісі бұл Бақтияр өзі жуастау адам. Бір жолы мынау гаражда істейді, сөйтсе айлығын ба төлемей қойып жұмыстан шығарып жіберген. Жұмыстан шығарып жіберді, 40 жыл бұрын ғой бұда. Сөйтіп, оның мәселе, сонда анау хозяйкасы жүгіріп жүріп, жұмысқа бастан айтетті оны, қайттан орнына тұрғызды ғой. Бұл үндемей жақсы адам көзге көрінген жоқ. Анау хозяйкасы біздің әкімшілікке келіп, соның ортасында мен қатыстым, белсене кәсіподақтың. Сонда ол кісі айтты, мен айттым,
анау төрағаға, кәсіподақтың төрағасына. Анау рабочком дейді ғой, или правком дейді. Мен айттым, өзі жеңілетін болсаң, тыныш тез басынан етіп бер деді. Егер де жеңем десең, онда басқа жоқ, бұл кісінікі дұрыс деді. Онда давай бер, қағазын бер. Директорға да кірдім. Сөйтіп басынан бұл сонда еш көрінген жоқ бұл. Сол бір қалыпта мұны күлетте тұра береді, күлетте жүре береді. Арсен, жаңа суреттегідей болды ма? Көңілден шықты ма? Атай жақсы алам екен? Үнемі осы кісіге алдыртасың ба? Рахмет деп айтса енді атаға. Рахмет ата. Тәуіп бол, азамат бол. Шашы бұйра екен Арсеннің, Өзі әдемі жігіт қой, содан кейін прическада әдемі шығады. Бақытжан, сіздердің кураторларыңыз бар. Бір бақытжан қолыңыз бір босамайды екен, Адам көп. Халық көп қой ауылда. Основном оқушы балдар қазір каникулдан шыққан. 3-4 күн подряд сондай. Оқушысы да бар, қарты да бар, досыңыз да бар. Құрдасы да бар. Енді бұл дүкен, Бұл да дүкен әйелім істейді. Әйелің істей ме, жұмыс? Бұл дүкенге келушілер көп па? Енді бұл үлкен дүкендер бар, бұл жерде в основном оқушылар сусынға келеді, мороженое келеді. Бұл кішкентай дейді ғой. Өздеріңіздің шағын бизнестеріңіз. Сонымен үйдегі шығатын сүт өнімдерін сатамыз. Айран, сүт. Өз алушыларыңыз бар. Сондай. Халықтың қалтасы көтерме бағасын? Көтереді, енді біздіңге. Енді жоғары емес қой, қалада емес қой. Ауылдың арзандау болады. Арзандау жасайсыздар. Өзіңіз туралы көптеген мақтау естідік, үлгілі отбасы екеніңізді білдік. Кәсіптеріңізге Алла нәсіп берсін. Жолыңызды жалғаған ұлыңыздың дені сау болсын. Өзіңізде ұзақ жасаңыз деген әдемі тілекпен бүгінгі шығарымды аяқтаймыз, ата. Рахмет қызым. Құдай қаласа Боралдайға келгенде соқтырамыз. Сіздерге де сәттілік. Жақсы. Сіздеріңіз алға баса берсін. Жақсы, рахмет. Жамаңыздар. Мен өзім қазақстандықпын, осы елдің тумасымын, осы жерде өсіп өндік, елге қызмет етіп жатырмыз, отбасымызбен. Бәр елге тыныштық тілейміз, еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын, барлық жақсылықтар тілейміз.